Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйдегі бар заттардан бар жоғы 5 минутта өте дәмді болып шығатын күшті салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге піскен ет қажет болады. Яғни менде сиыр еті, жылқы еті, кез келген етті пайдалана берсеңіздер болды. Алдымен осылай ұзынша қылып, соломка қылып, біркелкі қылып кесіп аламыз. Енді кесілген етімізді ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте қиярды да дәл солай ұзынша қылып, соломка қылып кесіп аламыз. Әдемі көріну үшін мен осындай құралдың көмегімен кесіп алдым. Пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Барынша жіңішке қылып турасаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Енді еттің үстіне қиярымызды салып аламыз. Ендігі кезекте бізге піскен жұмыртқа қажет болады. Піскен жұмыртқаны да дәл осылай видеодағыдай соломка қылып турап аламыз. Бұл салат өте дәмді болады. Құрамы да қарапайым, өте оңай, әлі жылдам жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте үстіне қызанақты саламыз. Қызанақтың суы көп болса, арасындағы суын алып тастасаңыздар болады. Ұзынша қылып осылай дәл видеодағыдай тураймыз. Егер де қызанағыңыз сулы болмаса, дәл сол күйінде турай берсеңіздер де болады. Мінекей барынша барлығын турап алдық. Енді осы туралған қызанақты салаттың үстіне салатын боламыз. Енді кезекте мен салат жапырағын пайдаландым, яғни салатный лист, укроп қоссаңыздар да болады. Салаттың үстіне укропты қосамыз. Енді консерведегі кукурузаны пайдаланатын боламыз. Қалауларыңызша қосасыздар, сосын татымына қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Немесе сарымсақ қоссаңыздар да болады. Үстіне майонез қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын, өте оңай, өте жылдам жасалады. Қараңыздар, кез келген қонаққа ұялмай қарсы аласыздар. Әрі дастарханда әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде менің рецептімді жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің, түрлі салаттардың рецептісі бар. Сондықтан каналыма қолдау ретінде тіркеліп кетіңіздер.